Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен осындай керемет булочканың рецептімен бөлісетін боламын. Тестасы өте жұмсақ, бір сөзбен айтқанда ауызда ериді. Ал енді булочкамызды жасаймыз. Ол үшін бізге 300 грамм жылы сүт керек. 100 грамм қантымызды саламыз. 10 грамм дрожжымызбен жарты чайный ложкамызды толтырмай тұз саламыз. 1 штук жұмыртқамен 1 штук белок саламыз. Белок дегеніміз ол жұмыртқаның ағы, сарысын ең соңында булочканың бетін жағуға алып қаламыз. Түсінікті болу үшін тағы да қайталап өтемін. 1 жұмыртқамен 1 белокты саламыз, жақсылап араластырамыз. Қантымыз толықтай ерігеннен кейін 550 грамм ұнымызды саламыз. Сіздерден өтініш жасағым келіп тұр. Мен 1000 подписчиктен 10.000 подписчик жинауға алдыға мақсат етіп қойдым. Сондықтан да менің каналымды жай ғана көріп кетпей, лайк басып, комментарий қалдырып, парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Шын жүректен алғысымды айтамын. Егер де қамырларыңыз сұйықтау болып жатса, үстіне 30 грамм ұнды қайтадан қосып жіберсеңіздер болады. 30 грамм ұн қосуымның себебі мендегі жұмыртқа, отборный жұмыртқа, содан кейін аздап сұйықтау болып жатыр. Сонда мен 580 грамм ұн қолдандым. 550 грамм плюс-минус деп жазып қоямын. Енді 50 грамм сұйық майымызды құйып, тестамызды жинақтап аламыз. Майдың көмегімен оңай жинақталады. Артық ұн қолданбаймыз. 550 грамм мен 580 грамм аралығындағы ұн жеткілікті. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ қамыр шықты. Енді бетін жауып 1 сағатқа қойып қоямыз. 1 сағат уақыт жеткілікті, одан артық ұстамаймыз. Көріп тұрғандарыңыздай 1 сағатта ашыған қамыр осындай болып шықты. 2-3 есе көтерілді. Енді ұнның көмегімен 12 бөлікке бөліп аламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Булочканың формасы видеода анық көрсетілген.
Булочкеміздің формасы осындай болып шықты. Енді жаңағы қалдырып қойған бір жұмыртқаның сарысына бір ас қасық сүт құйып, жақсылап араластырып, бетіне жағып шығамыз. Алдын ала қыздырылған 180 градустағы печкамызда 20-25 минут пісіріп аламыз. Егер де менің видео рецептерім ұнаса, лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге Тоғжанның асханасы.